Қуық асты безінің қатерлі ісігі ерлер арасындағы ең ауыр және ең ауыр аурулардың бірі. Жыл сайын одан 400 мыңға жуық науқас қайтыс болады. Біздің елде қуық асты безінің қатерлі ісігі асқазан обырын басып озып, тұрақты түрде екінші орында тұр. Тек темекі шегетіндердің өкпе рагы жиі кездеседі. Бұл ретте тестостерон терапиясы 40 жастан асқан ер адамдарда жүргізіледі. Ұзақ уақыт бойы қарттықты тоқтатуға және өмірді ұзартуға мүмкіндік берді. Бірақ простата обыры гормонға тәуелді ісік болып табылады. Оның өсуі тестостеронмен ынталандырылады және 4-ші кезеңге дейін ешқандай белгілері жоқ. Бұл бейнеде мен сізге жасқа байланысты тестостеронның төмендеуінің жасырын белгілерін қалай анықтауға болатынын көрсетемін. Қатерлі ісік ауруын жіберіп алмаңыз. Қуық асты безі денеңізді қалай қалпына келтіруге және жастық шағыңызды қалпына келтіруге болады. Сондықтан тестостеронның жасқа байланысты төмендеуі 40 жастан асқан әрбір ер адам үшін күтілетін және бағдарламаланған оқиға болып табылады. Бұл жағдай айтарлықтай байқалмайды және ер адамдар тестостерон тапшылығының белгілері деп аталатын нәрсеге жиі бейімделеді. Жас белгілері немесе кәрілік деп аталады. Бүкіл әлемде сарапшылар тестостерон деңгейінің төмендеуіне байланысты жасқа байланысты белгілерді анықтайтын халықаралық сауалнаманы пайдаланады. Біз оны жыл сайынғы чекап бағдарламасының бөлігі ретінде қолданамыз және оны 40 жастан асқан әрбір ер адамға толтыруды ұсынамыз. Менің Telegram каналымнан сауалнаманы жүктеп алып, өзін-өзі диагностикалауға болады. Мен тестостерон деңгейінің төмендеуінің белгілеріне қысқаша тоқталамын. Жалпы әл-ауқаттың нашарлауы, буындар мен бұлшықеттердің ауруы, шамадан тыс терлеу, ұйқының бұзылуы, тітіркену, мазасыздық, депрессия, физикалық шаршау және бұлшықет массасының төмендеуі, либидоның төмендеуі және эрекцияның нашарлауы. Егер сіз сұрақтардың әрқайсысын оқысаңыз, онда олардың әрқайсының себептері көп болуы мүмкін деген ой келеді. Бірақ бұл үлкен сурет туралы. Жас жігіттегі норма осылай көрінеді, ал жасқа байланысты өзгерістер осылай көрінеді. Егер мұндай белгілер 40 жастан асқан ер адамдарда байқалса, жыныстық гормондарға, соның ішінде тестостеронға тест тапсыру ұсынылады. Біз тестостерон тапшылығын растаймыз, оның жетіспеушілігін өтейміз және осындай суретті аламыз. Яғни, жастықты қалпына келтіріп, уақытты кері қайтарамыз. Тоқта, қуық асты безінің қатерлі ісігі ше. Еске сала кетейін. Қуық асты безінің қатерлі ісігі гормонға тәуелді ісік болып табылады. Оның өсуі тестостеронмен ынталандырылады. Сондықтан тестостерон тапшылығын толтыруды бастамас бұрын біз әрқашан қатерлі ісіктің жоқтығына көз жеткізуіміз керек. Біз ға қан анализін қалай тапсырамыз? Бұл простата обырының ісік маркері. Өйткені қуық асты безінің қатерлі ісігінің 4-ші сатысына дейін ешқандай белгілері жоқ. Өзіңізді және симптомдарыңызды тыңдаудың мағынасы да жоқ. Тестостерон тапшылығын толтырмас бұрын ғана емес. 40 жастан бастап әрбір ер адам ға қан анализін тапсыруы керек. Бірақ барлық қиындық бұл нормасының болмауы. Қалыпты 4-тен төмен екенін бәрі біледі. Бірақ бұл оңай емес. Енді экранға назар аударыңыз. Бұл зәр шығару безінің қатерлі ісігін диагностикалауға арналған халықаралық хаттаманың кестесі. Онда деңгейі 3-тен 4-ке дейінгі ерлерде бар екенін көруге болады. Қуық асты безінің қатерлі ісігіне шалдығу ықтималдығы 27%. 2-ден 3-ке дейінгі деңгейде 23%. 1-ден 2-ге дейін 17%. Тіпті біреуден азы болса да, қатерлі ісік 10%-ға дейін кездеседі. Норма қайдан шыққанын енді түсінесіз. Қуық асты безінің қатерлі ісігі диагнозын қоюға немесе жоққа шығаруға мүмкіндік беретін жалғыз зерттеу микроскоппен жасушалардың құрылымын қарау, яғни гистологиялық зерттеулер жүргізу. Ал ол үшін биопсия жасау керек. Гистологиялық зерттеу мен биопсияға біраз ақша кетеді. Ең алдымен мемлекеттік. Өйткені простата обырын скрининг және емдеу мемлекеттік басымдық болып табылады. Сондықтан биопсияны ұтымды орындау үшін ның сенімді деңгейі анықталды. 4-ші, осылайша қазіргі урологияның дилеммасы биопсияны қажет ететін және қатерлі ісік ауруын жіберіп алмайтын 100 ер адамның 27%-ын анықтау және қажетсіз биопсияны қажет етпейтін 73 ер адамды анықтау болып табылады. Науқаста 3 немесе 2 болған кезде дәрігер үшін одан да үлкен дилемма. Сондықтан дәрігерге де, пациентке де дұрыс қорытынды жасауға, онкологияны жіберіп алмауға және қажетсіз биопсиядан арылуға көмектесетін бірқатар қосымша тексерулер бар. Және олардың кейбірін сіз жақсы білесіз. Біріншісі, тегін ның жалпыға қатынасы. Егер ара қатынас 10%-дан аз болса, биопсия көрсетіледі. Простата денсаулығының индексі. Тағы бір заманауи және дәлірек қан анализі. Ол бос қанның жалпыға қатынасын ғана емес,
Сонымен қатар туралы -2 деп аталатын фракцияны да көрсетеді. Дәуіріне дейін қуық асты безінің қатерлі ісігін диагностикалаудың жалғыз жолы тозаңды ректалды зерттеу деп аталатын әдіс болды. Шындығында, қатерлі ісіктің тығыздығы тасты және қуық асты безінің консистенциясын бағалау кезінде жақсы анықталған. Сондықтан дәрігерлер бұл зерттеуді тек ер адамның денсаулығы үшін жасайды. Бүгінде көру безінің мұртысы бар. Ол сонымен қатар биопсия жасау қажеттілігі туралы шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Қуық асты безінің қатерлі ісігінің қаупін бағалауға мүмкіндік беретін Парец классификациясы деп аталатын нәрсе бар. Менің артымда жетекші онкологиялық мекемелерде, соның ішінде Израильдің Идас клиникасында және Еуропалық медициналық орталықта 15 жылдан астам тәжірибем бар. Біз диагнозбен күресуіміз керек, немесе екінші пікірді ұстануымыз керек. Мен сипаттамада консультацияға сілтеме қалдырамын. Біз қуық асты безінің қатерлі ісігінің жоқтығына көз жеткіздік. Біз тестостерон тапшылығын толтыра бастаймыз. Жастық шақ біздің көз алдымызда қайта оралады және симптомдар бір ай ішінде жоғалады. Жалпы ауқаттың жақсаруы, буындар мен бұлшықеттердегі ауырсынудың жоғалуы, ұйқының жақсаруы, тітіркену, мазасыздық пен депрессия, бұлшықет массасының жоғарылауы, липиданың жоғарылауы және эрекцияның қалпына келуі. Сонымен бірге терапия кезінде деңгейін бақылаймыз. Егер тестостерон терапиясын бастамас бұрын диагноз қою мүмкін болмаған қатерлі ісік жасушасы бір жерге еніп кетсе, онда оның жоғарылауымен жауап беретіні сөзсіз. Қосымша зерттеулер жүргізу үшін тестостеронды алып тастауды кім талап ете алады? Сондықтан тестостерон қазірдің өзінде бар простата обыры жасушасының өсуін ынталандырады. Бірақ бүкіл ғылыми қауымдастықты және әсіресе әрбір ер адамды алаңдатқан ең маңызды сұрақ: тестостерон терапиясы простата обырын тудырады ма? Бұл сұраққа барлық халықаралық хаттамалар сілтеме жасаған. Осы зерттеуде жауап берілді. Тестостерон мен гормондарды алмастыру терапиясы қуық асты безінің қатерлі ісігінің қаупін тудырмайды немесе арттырмайды. Бұл сұрақ енді ғылыми ортада естілмейді. Өйткені оның жауабы нанымды және ашық емес. Қорытындылай келе, 40 жастан асқан әрбір ер адамда болатын төмен тестостеронды толықтыру қазіргі заманғы медицинаның жағдайы болып табылады. Бұл өмір сүру сапасын айтарлықтай жақсартып қана қоймайды. Сонымен қатар оны орта есеппен 4 жылдан 8 жылға дейін ұзартады. Тестостероннан қорқудың қажеті жоқ. Сіз халықаралық қауіпсіздік хаттамаларын ұстануыңыз керек және заманауи медицинаның бенефициары болуыңыз керек. Қосымша ақпарат менің телеграм каналымда. Денің сау болсын, қамқор бол, жақын арада кездескенше.